Сәлем, менің каналыма қош келдіңіз. Бүгін мен үйдегі ең басты көмекшілерімнің бірі шаң сорғышымды тазалаймын деп шештім. Іші өте лас болып кеткендіктен шаңды дұрыс алмай жүр. Сондықтан түгелімен ішін шығарып, барлық жерлерін дұрыстап жуып тазалап шығамын деп шештім. Негізінде шаң сорғышты жоқ дегенде кемінде 6 айда бір рет осылайынша толықтай тазалап тұру керек. Әйтпесе барлық жері бітеліп, әсіресе фильтрлары шаңды дұрыс тазаламай қалады. Ал әр компанияның шаң сорғышы әртүрлі болғандықтан кейбір шаң сорғыштардың фильтрін жылына 1 рет немесе 2 жылда 1 рет мүлдем жаңасына ауыстырып отырған жөн. Шаң сорғышымның ішіндегі үй тазалаған шаңның қоқыстардың барлығын шығарып, мусор салатын қоқыс пакетіне салдым. Енді осылайынша барлығын бөлшектеп, бөлек-бөлек бір-бірлеп жуып шығамын. Осылайша әрбір бөлшегінің шаңын қағып, түгелімен жуып шығамын. Ал қолым жетпеген жерлерін тіс жуатын щетканың көмегімен тазалап аламын. Менің шаң сорғышымның фильтрі осы 2 фильтр. Біреу осындай губка тәріздес, ал мына сары дөңгелекшенің ішіндегі ол өзінің нағыз фильтрі. Бұларды қазір барлығын мұқият жуып тазалап аламын. Ендігі кезек шаң сорғышымның басында мына ласты көріп тұрған шығарсыздар. Шаш жиналған барлығын қазір әбден тазалап аламыз. Фильтрдің бойы ластан толып қалған екен. Сондықтан бұл жерде 1 рет жуған аздық етеді. Қазір ағын сумен, көбік сумен тағы бір жуып аламыз. Осылайынша әбден бойындағы ласы кеткенше көпіртіп ағынды судың астында жуып алдым. Міндетті түрде фильтрді тазалағаннан кейін әбден кептіріп алыңыз. Күннің көзіне қойып кемінде 1 күн тұрсын. Өйткені кейде біз ойлаймыз, кепті деп сонымен қайта пайдалануға саламыз. Ал ол көктеп иістеніп кетуі мүмкін. Ал енді
ендігі кезек осыларды тазалап жуып аламын. Бұларды ваннаның астында ағынды сумен тазалаймын, өйткені бұларды тазикке салып жуғанға сыймайды. Осылайынша ағынды судың астында жусаңыз, бойындағы неше түрлі шаң, жиналған қоқыстардың барлығы тазаланып шығады. Бұларды жуып болғаннан кейін барлығын әбден мұқият кептіруге ұмытпаңыз. Шаң сорғышының барлық бөлшектерін әбден жуып тазалап болдым. Енді мен оны бір күнге кептіруге қоямын. Ендігі кезек әдеттегідей ас үйінде. Алдыңғы видеомда шкафтардың ішін тазалап, барлық заттарды орындарына қойып көрсеткем. Ал бүгін шкафтың сыртын түсіртіп шығамын, өйткені әсіресе ас үй жиһазы кішкентай балалар бар үйде өте қиын. Олар саусақтарымен, қолдарымен ұстайды, тамақтардың қалдығын жағады. Сондықтан оны таза ұстап тұру өте қиын. Аптасына кемінде 1 рет міндетті түрде түгелімен фасадтарды, сыртындағы есіктерін, тартпалардың барлығын жуып тазалаймын. Сырт көзге бір қарағанда аппақ болғандықтан тап-таза сияқты болып көрінеді. Ал жақыннан қарағанда әртүрлі лас заттар жағылғаны, сыртының лас екені айқын байқалады. Міне мысалға балалар помидор, қарбыздың қалғандарын жағып кеткен. Осыларды дер кезінде тазалап алмасаңыз, тұрып сіңіп, оны кетіру әлдеқайда қиынға соғады. Осылайша үйде балалардың жоқтығын пайдаланып, ас үйдің шкафтарын тағы бір тазалап алдым. Келесі ластағанша әзірге таза тұрады деп ойлаймын. Бүгінге менің шаруаларым бітті. Менімен болғандарыңызға көп рахмет. Видео ұнаса мені қолдап, лайк басып, комментарий жазып, каналға тіркелуді ұмытпаңыз. Рахмет.